Қазіргі уақытта өзіңізді іздеп бір жақсы қырыңыздан танылғыңыз келіп жүрсе, ойланып көріңіз. Рухани бағытта өсу, рухани бағытта өзіңізді өзгерту керемет нәтиже береді. Енді бұл жерде бірнеше мысал келтіретін болсақ, Тағала бізді тіршілік иесі қылып осы жер бетіне жаратқаннан бастап саналы болмыс берді. Періштелерге сену, Құранға сену, пайғамбарларға сену мүмкіндігін және Алладан ғана сұрау мүмкіндігін берді. Өйткені Тағаланың нұрдан жаратқан, біз құлдарымыз, яғни біздің рухымыз нұрдан жаратқан. Рухани дәрежеміз тұрақты болу үшін рухани ләззат алатын Алла Тағаланың таңғажайып жаратылысы. Тылсым бар деп айтамыз, сол тылсымды жаратқан Құдай Тағала. Енді бір нәрселер, періште өздеріне берілген ілім арқылы адам баласын жер бетінде сондай бір керемет қызмет қылатын, сондай бір ол жерден әулиелер, пайғамбарлар, салиқалы кісілер, тақуа жандар қалай шығатынын ұқпайды. Бірақ Алла Тағаланың бұл бізге берген сыйы. Енді бір нәрсе, адамға жүрек, ерік, ақыл, сана, ар-ождан түрлі қасиеттерді берген, сонымен бірге күндестік, ашу-ыза, нәпсі қоздыратын сезімдерді де берген. Енді Тағала оларға мен сендердің білмегендерін жақсы білемін деп айтады. Яғни періште біле бермейді, бірақ адам атаның ілімі өздерінің ілімінен әлдеқайда терең екен, яғни адамның білімінің сондай тұрғыда қабілетінің күштілігін Тағала айтып қойған, біліп жатырды. Тағаланың періштелермен ақылдасатындай болса да, тек осы жер бетіндегі хабарды алдыртып отырады екен да. Енді нақтырақ айтатын болсақ, адам баласын кез келген істе өзара ақылдасып кеңес шешуге шақырады. Сондықтан айтады: ей адам баласы, мен сені жаратарда періштелерге хабар бергенмін. Ендеше сендер де өзара ақылдасып тұрыңдар, сонда адаспайсыңдар дейді. Яғни біздің адаспайсыңдар деген мағынаны қай мағынада айтып тұр? Яғни білімді болған сайын, ұстаз, рухани тұрғыда тәлімгер болған бағытта Тағаланың сондай кереметтерін ала біліп, оны дұрыс жолда пайдалансақ, адам баласында қоғамда керемет өмір сүруге деген мүмкіндік береді екен. Яғни ең бірінші нәрсе Аллаға мойынсыну, ол дегеніміз бір-бірімізге деген махаббатпен қарап, мейіріммен қарап, шынайылығымызды тани білу және өзгеге де сол құштарлықты сыйлай білу екен. Осыны Алла Тағала өзінің аяттарында толыққанды әмірін құлтқысыз орындауды бұйырып жатқандығын ескертіп жазған. Ниет қабыл болсын.